Бізде қонақта ағылшын тұлпары Jaguar S-Type. Артқы тежегішінің бір жағы тіпті істемейді екен. Ол тат басқан тежегіш дисктерінен байқалып тұр. Және суппортта істен шыққан екен. Ал екінші жағы болса істеп тұр, бірақ дисктері жұқарған екен. Алдыңғысы бәрі жақсы. Жарамайтын дисктерді жаңасына ауыстырдық. Сонымен тежегішті сөндірген жерін іздеуге кірісіп кеттік. Сөйтсек түтікшенің бас жағына джинсидің түймесін салып қысып тастапты. Жұмбақты шешіп болған соң суппортты жөндеуге кірісіп кеттік. Суппорт пен поршеннің бұрандалы механизмдері әбден тат басып жарамай қалыпты. Біздің мамандар бұл суппорттың істеп кетуі екіталай деп айтқан болатын. Сонша майлап, тазалап, жөндеу жинағын ауыстырсақ та, бұл әрекетіміз іске аспады. Суппорттың бұранда механизмінен май жіберіп тұрды. Өкінішке орай бұл көлікке жаңа суппорт жоқ. Енді бір ескісін тауып илалауға тура келеді. Mercedes S-кластың 4-ші буыны. Колодкаларын ауыстыруға келіпті, бірақ екі жағы бірдей желінбеген. Суппорттары дұрыс жұмыс істемейді екен. Поршендерінің бірі істесе, ал бірі қатып қалған. Әрине, оны біз қазір алып қалпына келтіретін боламыз. Ал дисктерінің шеттері қырланып көріне бастапты, оны проточкаға қойдық. Бұл 220-шы S-класс сонау 1998 жылдың жазында бірінші рет көрермендерге ұсынылған болатын. Сөйтіп, дөрекі көрінетін қабанымыз сызылған сымбатты сұлуға айналды. Бірақ S-класс ешқашан өзінің мәртебесі мен беделін түсірген емес. Бұл көліктер туралы айта берсең бір ролик жетпес. Өз жұмысымызға оралайық. Біз суппорттардың жөндеу жинағын ауыстырып біттік, енді колодкаларды орнатамыз. Жұмысты аяқтағандағы көрініске көз тоймайды. Бізді қолдағыңыз келсе, лайк және коммент. Тағы автоға қош келдіңіз. Subaru Outback. Колодка ауыстыруға келген, сөйтсек, бір жағының поршеннің манжеттері жыртылып кетіпті. Ал дисктердің ортасы желініп, ернеулері қалыпты. Проточка барысында олардың қисайғаны да белгілі болды. Ескі колодкаларын ауыстыратын уақыты да келген екен. Жаңа колодкаларды орнатуға Хайкю компаниясын ұсындық. Енді қазір суппорттың жөндеу жинағын ауыстыратын боламыз. Суппорттың поршендары оңай шыға қоймады. Төмпештеп, тартып, бұрап жүріп әрең шығарып алдық. Ал түбінен осындай қап-қара қоқым шықты. Оларды жуып қырғышпен тазалап осылай жылтыраттық. Содан соң жөндеу жинақтарын салып, поршендарды орнына отырғыздық. Жаңа ғана қысылып алынбай жатқан поршендар орнына оңай отырды. Ал дисктарымыз болса осылай айнадай жылтырап шықты. Осымен көлік дайын, тағы автоға қош келдіңіз. Toyota'ның суппортын жөндеп, ал Lexus'тың болса дисктерін жонып жатырмыз. Біздегі диск жону құрылғысы осылай минималды микрондарды жонып, теп-тегіс қылып шығарады. Ал біздегі майстерлар болса 10-15 жылдық стажы бар, көліктердің тежегіш жүйесін ұйықтап жатып жөндей беретін мамандар. Сонымен қатар базарға запчасть іздеп шапқылаудың да қажет жоқ. Бізде дүкенімізде колодка дисктің түр-түрі бар. Ал табылмаған бөлшектерді 1-2 сағатта қоймадан алдырып орнатып береміз.